Assalamualaikum. Alыс болса да енді соған көндіктік қой 10 жылдан бері. Қызым өш жерден 5-ші класстан бастап барып оқыды. 11 жыл бітірді. Колледж бітірді. Қазір қалада жұмыс істейді. Осы 3 жыл. Екеуі оқиды. Біреуі 4, біреуі 2 оқиды. О баста бір баспаналы боламыз деп кебек қой жерге. Анау жағдай болады, мынау жағдай болады, енді бите берсек. Көргеленмен отқанда 10 жылдай уақыт өтіп кетті. Мынау балам 5 айлық етіп жүрге келгенімде. Қазір 11-ге кетті онынан. Ыңғайсызданады. Мама болады ғой, болады. Деді. Құдайда көтере алатын адамға береді дейді. Бұл да Алланың сынағы шығар бір. Сол төзіп келе тұр енді бәріне. Алланы бермеген, Алла бұйыртқан күні баспаналы боламыз деп қоямыз. Сен есімің кім? Нұрдәулет. Нұрдәулет, машалла. Жасың нешеде? 8-ден. 8-десің ба? Машалла. Арманың не сен? Бір үйіміз болса. Сендер қай жер жатасыңдар? Ар бөлмеге. Бәрің бір жерде жатасыңдар ма? Жоқ, мама мынау бөлмеге жатады. Кухняға жатасыз ба? Сіз кухняға. Мына құрметті достар, мына деңгейді енді сіздерге видеомен жеткізе алмайтын шығармыз. Бірақ өз көздеріңізбен көрсеңіздер, мына жерде бір күн тұрудың өзі қиын да. Бірақ осы жерде осы отбасы шыдап, тәуекел етіп тұрып жатқандарына 10 жыл болған. 10 жыл болған. Мына сіздердің мүмкін бір сарайларыңыздан да кішкентай деп айтсақ та қателеспейміз. Бірақ осы жерде зәулім сарай ұқсатып, осы кісілер тұрып жатыр. Ешкімнен көмек сұрамаған. Алла қаласа барынша ат салсақ, халық боп көмек көрсетсек, мүмкін бүлдіршіндеріміз бір жақсы үйге барар. Үйді толыққанда көріңіздер. Не болған дейсіз төбесінде? Күленкімен отыратынбыз ешін. Төбесі күленкі болған бейді? Мынандай шыбықтарын бейт қойып сол. Пол ма? Не өзі? Ағашпен сеп қойыстыр ғой? Топырақпен апилка бар. Топырақпен апилка ма? Мына жерде сіз жата аласыз ба нағарсыңыз? Мына жерде құрт құмырсқа жүру мүмкін, тараканда жүру мүмкін. Мына жерде анамыз жатады екен. Ойлаңыз, андай деңгейде анамыз жатады екен. Аналар осындай дәрежеге түсіп кеткеніне ашынамыз да. Субханалла. Осы жерде тамақ жасайды, және осы жерде жатады. Мына кухня ғой мына жер. Кухня. Субханалла, мына қараңызшы. Субханалла, қамыстары көрініп тұр. Мына жақтың өзінде тұрудың өзі бір қиын. Ой, аңыржына пәс. Аға, жалпы сіз жұмыс жасайсыз ғой? Жұмыс жасаймыз ғой. Бірақ енді жаңыз өзінің баспанаға шамаңды жетпейді ғой жинаған. Майда шүйде бар, балалар майда шүйде солар айтып. Дәл қазір не жұмыс істеп отырсыз енді? Соседімізде сол фазендада майда шүйде жұмыстарын істейміз. Біреулер малында да қарап беріп отырсыз. Мал қараймыз айтып соседте. Құрметті достар, бұл Жамбыл облысы Тараз қаласының бір шет жағы. Ауыл десе ауыл дегенге де келмейді. Жападан жалғыз үй. Осындай деңгейде тұрып жатқан отбасы. Бұл жерде 4 бала тұрып жатыр. Ең үлкені қыз баласы. Ол қызға өте ыңғайсыз бұндай деңгейде тұру. Сол қарындасымыздың және үш бүлдіршініміздің еңсесін түсірмекші құрметті достар. Барынша атсалсақ, барынша таратайық, достарымызбен бөлісейік. Бұндай деңгей, бұндай жағдай ешкімнің басына келмесін деп тілейміз.